Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін біз математика сабағын бастаймыз. Яғни қазіргі өтетін тақырыбымыз натурал сан және нөл. Балалар, біз заттар санаған кезде, немесе нөмірлеген кезде қандай сандарды қолданамыз? Әрине, натурал сандарды қолданамыз. Яғни натурал сан дегеннің мағынасы қандай болды? Натурал сан деген заттарды нөмірлеуге арналған сандарды айтамыз. Жайып шығайықшы натурал сандарды. Натурал сан ағылшынның үлкен латынның үлкен n әрпімен белгіленеді. Оның ішінде қандай сандар бар? Біз санауға қолданатын сандар бар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 және ары кете береді. Яғни натурал сан, ең кішкентай натурал сан сонда бізде не болып тұр? 1 болып тұр. Яғни ең кіші натурал сан ол 1. Себебі біз әрқашан 1-ден бастап санаймыз. Ең кіші натурал сан ол 1. Ал ең үлкен натурал сан ол шексіз. Яғни үлкен сандарға дейін санай беруге болады. Енді балалар байқасаңыздар, біз сандарды жазу үшін не пайдаланып жатырмыз? Яғни мына сандарды қандай таңбалар арқылы жазып жатырмыз? Мысалға, сөзді жазған кезде біз не қолданамыз? Әріпті қолданамыз, иә? Әрбір әріптер бірігіп бізде сөзді құрайды. Ал сандар жазу үшін қандай таңбалар немесе белгілер қолданамыз? Ол үшін біз цифр деген ұғымға тоқталуымыз керек. Цифр дегеніміз не? Цифр дегеніміз әріп секілді, бірақ цифрлар арқылы біз сандарды жазамыз. Яғни қандай цифрлар бар? Оны сіздер жақсы білесіздер. 0-ден бастаймыз. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Бізде барлығы неше цифр бар? 10 цифр бар. Не үшін 10 цифр? Себебі біз 0-ден бастап тұрмыз ғой. Сондықтан барлығы 10 цифр бар. Осы цифрлар бірігіп, немесе жалғыз жеке өзі тұрып, бізде әртүрлі натурал сандарды құрауға болады. Енді, әртүрлі натурал сандарды құрауға болады дедік. Ол қандай сандар? Бір таңбалы сандар. Бір таңбалы сан. Ол қандай сан? Өзі бір таңбалы деп айтып тұр, яғни бір цифрдан құралатын сан. Мысалға 7 ол сан, немесе 5 ол да сан, немесе 9 және 2 деген сияқты сандар ол бір таңбалы сан деп айтылады, себебі бір ғана цифрдан құралып тұр. 2 таңбалы сан. 2 таңбалы сан. Өзі атау айтып тұрғанда 2 таңбалы сан дегеніміз 2 цифрадан құралатын санды айтамыз. Яғни 27, немесе 54, немесе 91 деген сияқты сандар, немесе 60. 2 цифрадан тұратын сандарды біз 2 таңбалы сан деп айтамыз. Сәйкесінше 3 таңбалы, 4 таңбалы деп жаза беруге болады. Яғни 3 таңбалын көрсетіп кете салайын. 3 таңбалы сан дегеніміз 3 цифрадан құралатын сан. 304, немесе 517 деген сияқты 3 цифрадан тұралатын сандарды біз 3 таңбалы. Кейбір кітаптарда, балалар, 1 таңбалы сан, немесе 2 таңбалы сан деген сөздер, ол 2 орынды сан, немесе 1 орынды сан деп айтуы да мүмкін. Яғни 3 орынды, 2 орынды деген сөздерді біз 2 таңбалы, 3 таңбалы деп түсінеміз. Енді, байқасаңыздар, цифрлардың ішінде бізде 0 деген жүр, 0 деген бар. Ал 0 деген натурал санның ішінде жоқ. Не үшін жоқ? Себебі біз санаған кезде 0-ден бастап санамаймыз, біз 1-ден бастап санаймыз. Ал 0 деген ол 1-ден сол жағында тұрады. Яғни 1-ден кіші болып тұрғандықтан ол натурал санның ішіне кірмей қалады. Сонда 0 деген сан ол натурал сан емес. Натурал сан емес. Ал жалпы 0 деген санның мағынасын білесіңдер ме? 0 деген сөз ол жоқ деген сөз. Сол себепті
ол саналмайды. Ал енді балалар натурал санның жазылуын үйрендік. Енді натурал сандарды қалай оқитынымызды үйренейік. Мысалға, цифрлар көп, яғни бірнеше таңбалы натурал сан берілсін. Жазайық, мысалы, цифрлар көп. 7, 3, 5, 2, 0, 9, 8, 5, 6, 1 және 4. Яғни осындай цифрлардан тұралған көп таңбалы сан берілген, натурал сан. Осыны қалай оқимыз? Натурал санды оқу үшін біз бірінші соның құрамындағы цифрларды классқа және разрядқа бөліп аламыз. Яғни классқа қалай бөлеміз? Бізде оң жақтан бастап әрбір 3 цифраны топтап аламыз. Әрбір 3 цифраны топтап аламыз. Және осы әрбір 3 цифра бізге класстар болып саналады. Класстар. Мынау бірліктер класы. Бірліктер класы. Келесі екінші үштік ол мыңдар класы. Мыңдар. Келесі үштік класы ол бізде миллиондар. Миллионнан кейін қандай сан бар, балдар білесіздер ме? Миллиондар класы, миллиардтар. Миллиардтар. Және триллиондар кете береді. Яғни бұл бізде класстар. Әрбір үштік топ, цифрлардың тобы ол класстар. Енді әр класста, яғни әрбір 3 цифра ішіндегі бірліктердің атауы бар. Яғни 4 дегеніміз ол бірлік. Оны өте жақсы білесіздер. 4-ші сыныпта өттіңіздер. Одан кейінгі үштік 10-дық деп айтылады. Одан кейінгісі 100-дік. Келесі қайталанады. Келесі мыңдықтар класында, яғни мыңдар класында бірінші тұрған цифра бірлік, 10-дық, 100-дік. Бірлік, 10-дық, 100-дік. Тағы да бірлік, 10-дық, егер бар болса 100-дік. Санның класстарға бөлдік цифрларды және цифрларының атауларын жаздық, яғни разрядтарын жаздық. Енді осы үлкен таңбалы санды біз оқиық. Қалай оқимыз? Ең бірінші үлкен разрядты класстан бастаймыз. Бізде ең үлкені ол миллиард болып тұр, яғни 73 миллиард. Төбесіндегі сол қай классы жатқан білдіреді. 73 миллиард 520 миллион 985 мың 614. Қайталап оқиық. 73 миллиард 520 миллион 985 мың 614. Енді келесі ешқандай жазусыз класс, яғни бөлмей өзіміз оқып көрейік. Мысалға, мынандай санды оқиық. Мына санды оқиық. Ол үшін естейміз, үшеуден ойша бөліп аламыз. Яғни алғашқы үшеуі, кейінгі үшеуін бөліп аламыз да, қайсысы қай класста жатқанын еске түсіріп аламыз. Бірліктер класы, мыңдар класы, мынау миллиондар класына жатыр. Бір өзі жатыр, 9-дың өзі миллиондар жатыр. Демек 9 миллион 509 мың 813. Түсінікті ме, балалар? Енді бізде натурал санды разрядқа жіктеу деген бар. Бізде разряд, яғни бірлік, 10-дық, 100-дік, мыңдық, 10 мыңдық деген разряд бірліктері бар. Соған қалай жіктейміз? Яғни бір деген ол бірлік, бірлік. Егерде бірліктің 10 жазатын болсақ, ол 10-дық деп жазылады. 10-дық. Егер 10-дықтың тағы 10-ы болса, ол 100-дік деп айтылады. 100-дік. Егер 100-дің тағы 10 алатын болсақ, ол мыңдық разряд. Солай кете береді. Мыңдық, миллиондық, 10 мыңдық, 100 мыңдық ол үлкейе береді. Мынау 10 мыңдық. 10 мың. Енді натурал санды, берілген натурал санды осы разрядтық бірліктер бойынша қалай жазып шығуға болады. Ол үшін класстарды ұмытпаймыз. Класстар міндетті түрде біз білуіміз керек. Енді жазайық. Мысалға 53.427-ні разрядтық бірлік бойынша жіктейік. Бірлік 10-дық, 100-дік, мыңдық, 10 мыңдық. Мынау бізде 10 мыңдық барлығы. Яғни 10 мыңдық деген сөз, мынау 10 мыңдық қой. Яғни мына жерде 5 тұру керек. 5. Мынау бізде 10 мыңдық разряд. Келесі мыңдық разряд, мынау мыңдық разряд, мынау мыңдық. Яғни мына жерде 3 тұру керек. 3 мың.
қосылған. Немесе қалай оқып жатырық солай жазамыз. 53.000 дедік қой, яғни 50.000, одан кейін 3.000, одан кейін 427, яғни 400, 27, 20, және 7. Енді осы мен мынаның қандай байланысы бар? Яғни мынау разрядтармен мына сандардың қандай байланысы бар? Яғни бізде 50.000 дегенде 5 көбейту 10.000 деп жазамыз. 3.000 дегенде 3 көбейту 1000. 400 дегенде 4 көбейту 100. 20 деген 2 көбейту 10. 7 деген 7 көбейту 1. Сонда байқасаңыздар, бірліктер разряды, ондықтар, жүздіктер, жүздіктің 4-еуі бар деген сөз. Мыңдықтың 3-еуі бар деген сөз. 10 мыңдықтың 5-еуі бар деген сөз. Осы үйретілген тақырыпты жақсылап естеріңізде сақтап алыңыздар. Назарларыңызға рахмет.